Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге осындай өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын булочкалардың рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, жасалу жолы өте оңай. Міне осындай видеодағыдай жұмсақ болып шығады. Бізге осындай заттар керек. Бұл заттардың мөлшерін описанияға жазып кететін боламын. Бұл жерде су, сүт, құмшекер, дрож, біраз қасық тұз және де 2 жұмыртқа керек. Екінші жұмыртқаның сарысын алып қаламыз, ал ақуызын тестіға қосамыз. Күнбағыс майы және де ұн керек болады. Барлық заттар бөлме температурасында болу керек. Ең әуелі жылы су құямыз. Одан кейін жылы сүт, 130 грамм қант, және де біраз қасық дрож, біраз қасық тұз саламыз да барлығын қанты ерігенше жақсылап араластырамыз. Шамамен 3-4 минуттай араластырып алдым. Енді бұл тестінің үстіне жұмыртқаны саламыз. Бұл жерде 2 ақуыз және де 1 жұмыртқаның сарыуызы. Күнбағыс майын құямыз. Тағы да 1 рет араластырып жібереміз. Енді ұн саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Ең әуелі аз-аздан саламыз. Көп бірден салып жіберсеңіздер, онда қамырларыңыз қатты болып қалады. Менде қамыр иірілеу барысы видеода көп уақыт алып кеткеннен кейін жоғары скоростьта көрсететін боламын. Қамыр осылай болып шығады. Өте жұмсақ және де қолға кішкене ғана жабысады. Егер де қамыр илеп жатқанда қолға жабысып жатса, біраз қасық сұйық май қосып жіберсеңіздер болады. Енді мұның бетін пищевая пленкамен жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Міне қамыр осылай болып көтеріледі. Енді бұл қамырды бір қайтарып илеп жібереміз. Менде мына жерде жылы су,
Илеп болған қамырды жылы жерге қоямыз, ол көтеріледі. Міне менде көтеріліп шыққан қамырды осылай бірнеше бөлікке бөліп алдым. Мынау кішкентай бөлігі. Енді бұлардан булочканың формаларын жасаймыз. Мен гүлді форманы жасаймын. Осылай формасын жасап алғаннан кейін бірден табаға салып отырамыз. Мен табаның астына пергамент төседім. Бізде осындай булочкалар шығады. Барлығы 17 штук. Енді мұның бетін жауып қоямыз. Тағы да бұл көтерілу керек. Міне осылай көтеріліп шығу керек. Енді мұның бетіне жұмыртқаның сарысымен бір ас қасық сүтті араластырып жағып шығамыз. Менде шамамен бұл көтерілуге 1 сағаттай тұрды. Енді әсемдік үшін макты немесе кунжутты қолдансаңыздар да болады. Егер булочкалардың формаларын жасап болғаннан кейін бірден пешке салып жіберсеңіздер, онда ол арасы тығыз болады булочкалардың, және де салмағы ауыр болады. Ал мен сияқты осылай 1 сағатқа жылы жерге көтерілуге қойсаңыздар, онда қамырлардың бәрі арасы ашылып, жазылып, осылай пешный болып тұрады. Міне булочкалар дайын, осылай жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.